Сәлем достар, жағдайларыңыз қалай? Құрметті үйренуші, бүгін біз керемет тақырыпты өтеміз. Ол people and family, яғни отбасыға байланысты сөздер. Яғни бірінші үйретім келетін сөз, көбіне үйреніп жатқан адамдар қателесетін сөз, ол girl and daughter. Яғни girl дегеніміз жалпы қыздарға байланысты айтыла береді, ал daughter деген өзінің туған қызы, яғни дочка, яғни өзінің туған қызы деген мағынаны береді. Мысалы, менің өзімнің қызым болуы мүмкін, оны мен daughter деймін. My daughter is 3, яғни менің қызымның жасы 3-те деген мағынаны береді. Яғни ол қыз өзінің қызынды. Ал егер girl десе, ол девочка деген мағынаны береді орыс тілінде. Жалпы қыз атауға қолданады. Соны шатастырмайды. Дәл сол сияқты ұлға байланысты да. Яғни ұлға байланысты boy, яғни жалпы ұлдарға байланысты қолдана береді. Ал өзінің ұлы болатын болса, өзінің баласы болатын болса, оны ұл бала болатын болса, ол оны son дейді. Son. Есімізде сақтайық, Одан кейін үйреткім келетін сөз father. Father деген, яғни әке деген мағынаны береді. Бірақ тек қана father деп те ғана қолданбайды. Dad дегенде мағынасы бар. Одан кейін үшінші мағынасы daddy деп те қолданады. Мысалы, мультфильмдерді көрсек, daddy, can you come here деп ше. Мысалы, сөйтіп қолданып жатады. Яғни daddy деп, яғни еркелетіп мағынасында қолданады. Dad деп те қолданады. Father, яғни үш сөзбен қолданады. Соны естен шығармаймыз. Одан кейін үйреткім келетін сөз mother. Яғни дәл сол сияқты mother, яғни ана деген мағынаны береді. Яғни mom деп те қолданады, немесе mommy деп те қолданады. Соны естен шығармаймыз. Құрметті үйренушілер, dad and mother, мысалы, or mom, яғни анасы мен шешесі екеуін қосып айтатын болсақ, біздің қазақ тілінде ата-ана деп айтады. Оны ағылшындарда parents дейді. Parents, my parents are doctors, my parents are, мысалы, teachers. Осылай қолдануға болады. Яғни parents деген ата-ана деген мағынаны береді. Енді тағы бір үйрену керек сөз husband. Husband деген ағылшын тілінде күйеу деген мағынаны береді. Яғни ер адамды айтады. Husband деген күйеу мағынасын. Енді әйелін қалай айтады ағылшындар? Ағылшындарда әйелін wife дейді. Wife, яғни әйелі. Wife, әйелі. Одан кейін үйреткім келетін сөз brother. Brother дегеніміз аға деген мағынаны береді. Яғни ол бір қысқартып bro деп те қолдану мүмкін. Негізі brother, яғни аға деген мағынаны береді. Одан кейін туған ағаларына байланысты қолданады brother. Естеріңізде болсын, туған ағасына байланысты қолданады. Әкесінің інілеріне қолданбайды, өзінің туған ағаларына қолданады. Енді осы жерде тағы бір үйретім келетін сөз sister. Sister дегеніміз өзінің туған әпкесіне қолданады. Sister, ол бағана әкесінің, немесе шешесінің әпкелеріне, немесе сіңлілеріне қолданбайды. Естеріңізде болсын. Sister деген өзінің туған әпкесі, немесе туған сіңлісі. Brother деген туған ағасы, немесе туған інісі. Енді былай анықтау мағынасында little brother деп қолдана береді. Бірақ жалпы алғанда brother, sister дегеніміз өзінің туғандарына байланысты қолданады. Одан кейін үйреткім келетін сөз, тағы бір керемет үйреткім келетін сөз uncle сөзі. Яғни uncle дегеніміз орыстарда дядя дейді. Қазақтарда мысалы нағашы аға деп бөледі ғой, шешесінің жағынан болса, немесе өзінің әкесі жағынан болса, бізде ағылшындарда ондай емес. Яғни uncle дегеніміз сіздің шешеңіздің немесе әкеңіздің туған ағасы немесе інісі. Uncle болады сізге, есіңізде болсын. Енді келесі үйреткім келетін сөз aunt. Aunt дегеніміз ол тетя деген мағына орыстардағы. Яғни біздің қазақтарда былай. Сіздің әкеңіздің немесе шешеңіздің туған әпкесі, қарындасы, сіңлісі сізге aunt болады. Aunt. Есіңізде сақтайық. Ұмытпайық ешқашанда. Aunt. Құрметті үйренушілер, сіздің aunt немесе uncle'ыңыздың балалары сізге cousin болады. Яғни ол uncle-дан немесе бағанағы айтқан aunt-тан туған болатын болса, ол сізге cousin болады. Соны естен шығармайық. Cousin дегеніміз, яғни сіздің туғандарыңыздан емес, сіздің әкеңіздің немесе шешеңіздің, яғни бауырларының балалары. Ол сізге cousin болады. Яғни ол uncle-дың немесе aunt-тың баласы. Естен шығармайық. Келесі үйреткім келетін сөз nephew. Яғни біздің қазақтарда мысалы бөледі ғой, жиен нағашы деп бұларда бөлінбейді. Бұларда былай айтады. Nephew дегеніміз сіздің туған әпкеңізден, немесе туған қарындасыңыздан, немесе туған ағаңыздан, туған інілеріңізден, яғни өзіңіздің туғандарыңыздан туғандарды не дейді? Егер ұл болатын болса nephew дейді, қыз болса niece дейді. Есе сақтайық осыны. Егер ұл болатын болса nephew, қыз болса niece. Яғни осы тек сіздің туғандарыңыздан, яғни туған әпкеңіз, туған сіңліңіз, қарындасыңыз, туған ағаңыз, туған ініңізден туған болса, ол ұл болса nephew, қыз болса niece. Естен шығармаймыз. Енді бір
Қазақ болғаннан кейін көршінің құдайындай сыйлаған қазақпыз. Яғни оны не дейміз? Neighbor. Neighbor дегеніміз, яғни көрші деген мағынаны береді. Neighbor. Келесі үйретім көрсеңіз guest. Guest дегеніміз қонақ. Яғни guest, қонақ. Соны естен шығармаймыз. Құрметті үйренушілер, бүгін керемет сөздерді үйрендік. Барлығын жазып алыңыздар дәптерлеріңізге, сөздерді дұрыстап жаттаңыздар. Келесі сабақтарда кездескенше.